Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өте қызықты кеңестермен бөліскіміз келеді. Әркім есте сақтау керек 8 өмір шындығы. Өмірдің қызу қарқынында бағдарларды жоғалту және құндылықтар мен мақсаттардың қалай өзгергенін байқамау тіпті оңай. Келесі кеңестер сізге шынымен өмірдегі маңызды нәрселерді еске салуға көмектеседі. Бірінші кеңес: өміріміз шынымен де қымбат. Қазір сіз өз өміріңіз ұнамайды деп шағымданып жүргенде, ол зырылдап өтуде. Сондықтан идеалды жағдайларды күтпеңіз және қолыңыздағы нәрсені бағалай біліңіз. Бізде әртүрлі жұмыстар, басқалар алдындағы міндеттер, проблемалар мен алаңдаушылықтар бар. Бірақ бұл өмірдегі қуаныштан бас тартуға мүлдем себеп емес. Қазіргі уақытта өмір сүріп, өзіңіздің тірі екеніңізді түсінуді ұмытпаңыз. Және де барлық қиындықтарға қарамастан өміріміз керемет. Әр сәтті бағалай білейік. Екінші кеңес: барлық адамдар қателіктер жібереді. Өзіңіздің және басқалардың жасаған қателіктерін кешіре біліңіз. Адамдар қандай лауазымда болмасын және оларға қандай жауапкершілік жүктелгеніне қарамастан үнемі қателіктер жібереді. Бұл кез келген адамның өмірінің бір бөлігі ғана. Егер кенеттен авиакомпания сіздің жүгіңізді жоғалтса, немесе банк қызметкері сіздің тегіңізді қате жазса, ол үшін ашуланып, немесе жанжал жасаудың қажеті жоқ. Оның орнына жағдайды түзетуді сұрап, басқалардың істеріне түсіністікпен қараңыз. Тек осылай ғана өзіңіздің және басқалардың жүйкесін үнемдейсіз, және бұл өмірге тағы да бір негатив алып келмейсіз. Сондай-ақ, өз қателіктеріңізді де кешіруді ұмытпаңыз. Сіздің қателіктеріңіз өтіп кеткен нәрсе. Қателіктерден сабақ алуымыз керек, бірақ олар туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Бұл арқылы сіз энергияңызды тектен-текке кетіресіз. Үшінші кеңес: денсаулығыңызбен ойнамаңыз. Сіздің организміңіз сіздің қатысуыңызсыз-ақ көптеген мәселелермен күресіп, оларды шешіп отырады. Дегенмен, ағзаңыз қанша жыл бойы ешқандай ақаусыз қызмет ететіні сізге тікелей байланысты. Ол үшін дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, бір жерде ұзақ отырмай тістеріңізге күтім жасаңыз. Күн сайын жеткілікті ұйықтаңыз және ешқандай жағдайда жұмысты өзіңізді жақсы сезінуден жоғары қоймаңыз. Салауатты өмір салтын ұстану емделуге қарағанда әлде қайда арзан екенін есіңізде сақтаңыз. Төртінші кеңес: жақын адамдарыңыз сіздің жұмысыңыздан әлде қайда маңызды. Денсаулық бұл жұмыс үшін құрбандыққа шалуға болмайтын жалғыз нәрсе емес. Өзіңізді еңбек ең маңыздысы деп сендіру оңай. Ол онсыз өмір сүре алмайтын ақша келеді. Көбісі үйге келгеннен кейін де жұмысын тоқтатпайды. Олар үнемі бизнес туралы ойлайды. Мәселелерді телефонмен және электрондық пошта арқылы шешіп жатады. Жұмысыңыз әрине маңызды, бірақ жақын адамдарыңызбен өткізген уақыт оған қарағанда маңыздырақ. Достарыңыз, туыстарыңыз бен сүйіктіңіз сіздің қасыңызда мәңгі болмайды. Ата-анаңызға хабарласып, оларға жиі барып тұрыңыз, достарыңызбен кездесіңіз. Бесінші кеңес: өзгелердің ойы еш нәрсе білдірмейді. Біз басқалардың біз туралы не ойлайтынына жиі мән береміз. Бірақ сіздің өміріңізде біреудің рөлі қаншалықты маңызды болып көрінсе де, олар сіз сияқты адамдар. Олар да қателіктер жасайды және өздерін бір түрлі ұстайды. Олардың пікірі мүлдем ештеңе білдірмейді. Ұят пен қорқыныш туралы ұмытыңыз. Егер сіз заңсыз ешнәрсе жасамасаңыз және басқаларға зиян тигізбесеңіз, онда олардың ойлары сізді алаңдатпауы керек. Сіздің жан тыныштығыңыз бен өзіңізбен үйлесімділік әлде қайда маңызды. Алтыншы кеңес: бақыт бұл таңдау. Кейде бақыт бұл ерекше жұмыс, күнделікті мәселелерді мінсіз шешу және батырлық, жанқиярлықпен табуға болатын ерекше жағдай деп ойлаймыз. Шындығына келсек, оны сезіну үшін ерекше жағдайлардың қажеті жоқ.
Сіз өмірдің кез келген сәтінде бақытты бола аласыз. Сізге тек өзіңізге мүмкіндік беру керек. Сіз бұл сезімге лайықсыз. 7-ші кеңес. Барлығына қолдау қажет. Әр адам мезгіл-мезгіл бәрі жақсы болатынын естігісі келеді. Қолдау сұрауға қорықпаңыз. Сізге қиын және жаман екенін мойындау сіздің күштілігіңіздің белгісі. Ал өзіңізден ешкімге қажет емес терминаторды құру керісінше әлсіздік көрсеткіші. Және басқаларға қолдау көрсетуден де тартынбаңыз. Әсіресе өзін-өзі керемет қамтамасыз ететіндей болып көрінгендерге. Себебі мұндай адамдар ең көп көмекке мұқтаж жандар. Адамның қабілеттеріне немесе оны жігерлендіретін қарапайым комплимент керемет жұмыс істей алады. 8-ші кеңес. Біреудің артынан сөйлеу немесе талқылау. Бұл өміріңізді улайды. Әрине, сіз бұл жағдайды білесіз. Жұмыста біреу ақымақтық жасайды, ал басқалары болса, бұл адамды өзге әріптестермен талқылай бастайды. Бұл қалыпты механизм. Егер біз өзімізге сенімді болмасақ, басқаларды қорлау сізге өзіңізді жақсы сезінуге мүмкіндік береді. Дегенмен бұл дұрыс емес. Басқаларды айыптау сіздің өміріңіздің сапасын нашарлатады. Сізді басқа адамдардың сәтсіздіктеріне тәуелді етеді. Оның артында біреуді талқылау адамның көзқарасы бойынша дұрыс емес екенін айтпағанда, мұны бәрі жасайды деген дәлелге көнбеңіз. Мұның бәрі бекер жасайды. Басқаларын талқыламасаңыз, сіздің өміріңіз тыныш болады. Осымен достар, осы ақпарат сізге пайдалы болды деп есептейміз. Және де осы кеңестер арқылы нағыз өмір сүруді үйренейік. Қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренейік, достар. Каналға жазылуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен болған оңай каналы.